Түскі ұйқының пайдасы. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіз. Түскі астан кейін ұйқы қысатын кездер болады. Кейде мызғып алуға жатқымыз-ақ келіп тұрады. Кейде уақыт құртқымыз келмей ұйқыдан қашатынымыз тағы бар. Бірақ бұл қаншалықты дұрыс, осы сұраққа жауап беретін боламыз. Медицинада түскі ұйқының пайдалы екенін дәлелдеген зерттеулер өте көп. Мына бір зерттеуде адамның сағат 13:00 бен 15:00 аралығында маужырап ұйқысы келетіні табиғи нәрсе. Ал денсаулыққа ең жақсысы ағзаның қалауын орындау. Түскі ұйқы ағзаға пайдалы болғандықтан оған тәуелді болып табылады. Тағы бір зерттеуде күндізгі ұйқы, яғни түскі ұйқының адамдарға артықшылық беретіні айтылған. Түскі жарты сағат болсын ұйқыға көңіл бөлген адамның ойлауы немесе есте сақтауы жақсарып, назар аудару немесе қимыл қозғалысы шапшаң болады. Көңіл күйі көтеріңкі болады. Ал мына зерттеуде түскі ұйықтауды әдетке айналдырған адамның түстен кейінгі жұмысына өнімді болатыны айтылған. Ондай адамның әсіресе оқу-тоқуға деген қабілет ашылады. Сондықтан мұндай адамдарға түстен кейін тіл үйрену, сабақ қарау және де басқа да ойлауға байланысты шаруаларды шешсе болады. Түскі ұйқы адамға кофеин немесе энергия беруші препараттарды ішумен бірдей қуат береді. Есесіне кофеин мен препараттарға тәуелділік болмайды. Ал түскі ұйқы қаншаға созылу керек дегенге келсек, 1-2 сағаттан аспауы тиіс. Дұрысы 1 сағат. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.